Баршаға сәлем. Біз бүгін осындай сырный фаршированный рулет жасайтын боламыз. Арнаға жазылып, қоңыраушаны баса кетіңіздер. Бізге керегі жұмыртқа. Толық рецепт видеоның астына қалдыратын боламын. Үстіне 4 ас қасық майонезімізді саламыз. Төрт ас қасық ұнымызды саламыз. Және барлығын жақсылап араластырамыз. Сәл ғана түр беру үшін мен куркума қостым. Куркума қосу міндетті емес. Міне осылай барлығын араластырып алып, теркіден өткен сырымызды саламыз. Және тағы да жақсылап араластыратын боламыз. Противенге пергамент қағазын төсеп, оны жақсылап майлап, үстіне осылай біркелкі қылып төсеп, духовкада 10 минутта пісіріп аламыз. Енді салмасын жасауға кірісеміз. Ол үшін фаршқа чесногымызды саламыз, бір жұмыртқамызды саламыз, және тұзымызды, бұрышымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Тез піседі, 10 минуттай уақыт өтті, пісті. Енді осыны фольга қағаз алып, фольга қағазға осылай айналдырып түсіріп аламыз. Және үстіне біркелкі қылып, осылай салмамызды, фаршымызды салып шығамыз. Және фольганың шетімен осылай видеодағындай қылып орап рулет жасаймыз. Рулетімізді фольгаға осылай жақсылап ораймыз да 30-40 минутта духовкада пісіріп аламыз. Міне, рулетіміз дайын болды. Шамалы уақыт суытамыз. Өйстіп фольгасынан аламыз. Міне, осындай сап-сары әп-әдемі болып шығады. Дастарханға қойғанға да дастарханның сәнін ашады десек болады. Осындай шашылмайды, төгілмейді. Осындай міне әп-әдемі рулеттер жасап шығаруға болады. Арнаға жазылып, қолдап кетіңіздер. Қолдауларыңызға үлкен рахмет. Сау болыңыздар.